Рахмет. Сәлеметсізбе, ұстаз? Көңіл-күйлерің қалай? Жақсы. Өте жақсы. Отырамыз енді. Үй тапсырмасын орындадық па? Иә. Үй тапсырмасын орындамас бұрын алдымен психологиялық ахуал жасап, өзіміздің көңіл-күйімізді көтеріп алайық, иә? Әнекей ортаға шығамыз. Ортаға шығамыз, шеңберге тұрамыз. Шеңберге тұрамыз. Біз бұны күнделікті жасап жүрміз, иә, білеміз. Тұра ғой, ортаға тез-тез. Так, қараймыз. Жүрген ақылды болсын. Қатты айтамыз погромче. Жақсы, қыз болсын. Басқасын алшы. Қатал бол. Өте жақсы. Өте жақсы. Ал енді көңіл-күйіміз жақсарды ма? Кішкене сабақ алдында? Өте жақсы. Ал енді отыра қойыңдар. Тапсырмасын тез-тез оқып қойайық. Қане баста. Нозимадан бастайық. Қалай ойлайсыздар? Жаңа тақырыптың қазір тақырыбын болжаймыз. Не туралы деп ойлайсыздар? Дос, иә. Бұлар кімдер? Достар. Достар. Яғни біз бүгін не туралы айтатын боламыз? Достық туралы айтатын боламыз, иә. Бүгінгі күнді жазамыз. Барлықтарың достарың бар ма? Бар, иә, барлықтарың достарың бар. Достар бізде қалай бөлінеді екен? Екіге бөлінеді екен. Жақсы жолдас және жаман жолдас. Бүгінгі біз айтатынымыз жаман жолдас туралы екен. Жазамыз жаман жолдас. Жаман жолдас. Жаман қалай аударылады? Как переводится слово жаман? Плохой друг. Біз бүгін балалар тақырып бойынша сұрақтарға жауап береміз. Өзіміздің ойымызды айтамыз. Және де грамматика бойынша антонимдерді өтетін боламыз. Жаңа сөздер тез жазып шығамыз. Сөздік дәптерлеріміз бар біздің. Ал сөздікті жазамыз тез-тез. Оялу, стесняться, жаза бердік. Как пожилой человек. Достық, дружба, күшті, сильный, әлсіз, слабый, кәрі, старый, жас, молодой, салый, здоровый, ауру, болезнь. Тез-тез жазып шығамыз. Кәрі, өте жақсы. Бірақ оқыған кезде дыбыстарыңды жөндеп дыбыстарыңызды қоспа. Енді жаңа болсақ сөздік дәптерімізді жауып қойып бір шетке қоямыз. Қазір енді жаман жолдас туралы бірінші видео көріп алайық. Одан кейін ары қарай жалғастырамыз. Жауып қоямыз бәрін.
Екі дос жолда келе жатады. Олардың алдынан бір аю шығады. Екеуінің біреуі әлсіз, аурушаң еді, ал екіншісі мықты, жас жігіт болады. Кімдер туралы? Достар туралы. Достар қандай екен? Біреуі қандай, екіншісі қандай? Біреуі жақсы, иә? Біреуі жақсы дос. Достар деген қандай болу керек? Жақсы болу керек. Тағы қандай болу керек дос деген? Мейірімді болу керек. Тағы қандай болу керек дос деген? Жақсы, адал болу керек. Я, сендердің достарың бар ма? Достарың бар, я? Дос тапқан кезде қандай достарды іздеу керек? Жақсы, мейірімді, адал достарды іздеу керек. Және де сендер де сондай дос болуларың керек, я? Сонда араларында үлкен адал дос болады екен. Ал енді қазір бізде естелік әдісі арқылы тез мәтін бойынша сұраққа жауап береміз. Ол үшін мындай кәмпиттер әкеп қойдым. Ішінде сұрақтар бар. Егер сол сұрақтарға жауап берсеңдер, толық сол кәмпиттен болады. Және де ішінде бір сыйлық бар. Сұрақ емес, тек сыйлық. Сыйлықты алсаңдар, ешқандай сұраққа жауап бермейсіңдер, тек қана кәмпитті алып жей қоясыңдар. Ал кім шығады? Сұрақ мәтін бойынша бек өскенен бек келе ғой. Ішінен кез келген бір кәмпитті таңдай ғой. Сұрақтылығы артында. Досы неге ұялып қалды? Ол деревьяға Ағашқа шығып кім? Түсініп тұрсың, бір айтылмай тұрсың, ә? Кім толықтырып береді? Досы неге ұялып қалды? өйткені досыны қалдырып ағашқа өзі шығып кетті. Иә, досын қалдырып өзі шығып кетті. Кәмпитті кімге береміз? Бересің бе? Досың ғой сен, бере ғой. Так, келесі мас келе ғой. Ал иә, аңсар екіншісін айтып. Кәрі. Жас. Дұрыс, өте жақсы. Отыра тұр, қазір жазасың. Қалғаны дәптерге жазамыз. Өте жақсы, орысшасын айтып. Иә? Бұл жерде де антонимдер берілген, иә? Антонимдердің қарсы мағыналас сөздерді табамыз. Алда менің. Қандай сөз бар? Жаман, жомарт. Жоқ. Дұрыс па? Ойланамыз, аңсар. Мейірімсіз, мейірімді. Мейірімсіз, мейірімді. Келе ғой. Тез. Келесі. Шірен әкел. Бірінші айтып ал. Жақсы, жаман. Мейірімді, адам, Қамқор. жомарт. Мейірімсіз, Сендер айтып тұрыңдар, қалғандарын дауыстап едіңдер. это третий. Оқиғаларды рет-ретімен жабыстырып шығу керек. Дұрыс па бар алты сөйлеп барлығы балалар. Болды ма? Мына топ болып қалдық па? Болды, екі топта біз. Смайлик белгілейміз. Және астына түсінікті болды ма? Оны бір сөзбен жазамыз. Иә, түсінікті болды. Немесе жоқ.